Сәлем, ертегі сүйер достар. Бүгіннен бастап сиқырлы әлемге бірге сапар шегейік. Әр тыңдаған ертегіден жүрегіңізге жылу сыйласам деймін. Каналға тіркеліп, бірге қиял әлемін аралайық. Тау жүректі әкемен батыр ол. Ертеде бір таудың етегінде Ерман деген ақылды да жүректі кісі өмір сүріпті. Оның Төрехан атты жалғыз ұлы болыпты. Ерман ел ішінде әділдігімен, еңбексүйгіштігімен аты шыққан, ал Төрехан кішкентай күннен әкесіне ұқсағысы келіп, бар өнерін, бар білімін жинауға тырысатын. Бір күні тау баурайындағы ауылға сұмдық хабар келеді. Қаратау бауырынан шыққан қарақшылар ауылдың малын ұрлап, елдің тыныштығын бұзуды бастайды. Ауыл ақсақалдары жиналып, не істерін білмей дағдарады. Сол кезде Ерман орнынан тұрып, біз өз жерімізді қорғай білуіміз керек, дейді нық дауыспен. Бірақ ел ішінде батыр жоқ еді. Сол сәтте 17 жасқа енді толған Төрехан әкесінің қасына келіп, «Әке, мен сізбен бірге барамын. Мен де елді қорғауға дайынмын», деп жүзі нұрланып тұрады. Әкесі ұлының көзіне ұзақ қарап, «Балам, батырлық тек найза ұстап, қылыш сермеу емес. Батырлық жүректегі шын сенім мен әділет жолындағы күрес» дейді. Осылайша әке мен ұл ұзақ дайындалып, жолға шығады. Тау жолдары қиын еді. Тік жартастар, өзендер, ұйтқыған борандар, түнде ұлыған қасқырлар оларды тоқтата алмады. Әке жолды білсе, ол қырағылық пен қауіптің алдын алды. Бір күні олар бір тар аңғарға тап болады. Сол аңғарды қарақшылар күзетіп отыр екен. Ерман мен Төрехан ақылдаса келе, қулықпен амал табады. Олар түн ішінде өзен бойымен жүзіп, аңғарды айналып өтеді. Көп күндік сапардан кейін қарақшылардың мекеніне жетеді. Төрехан бірінші рет жаумен бетпе-бет келеді. Жүрегі дүрсілдегенімен әкесінің үйреткен сөзі есіне түседі. Әділет үшін күрессең, қорықпа. Солайша Төрехан ерлікпен шайқасып, қарақшылардың басшысын қолға түсіреді. Ауылға жеңіспен оралған әке мен ұлды халық ерекше қарсы алады. Ақсақалдар Ерманға алғыс айтып, Төреханға батыр атағын береді. Бірақ Төрехан, бұл жеңіс тек менікі емес. Әкемнің батасымен үйреткен ақылы болмаса, мен мұндай ерлікке бара алмас едім дейді. Сол күннен бастап Төрехан ел қорғаны, әділ басшы болады. Ерман қартайса да, ұлының жанынан табылып, ақылын аямайды. Әке мен ұл арасындағы сенім, махаббат, бірлік туралы бұл оқиға ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып тарап кетеді. Әңгімеміз ұнаса, міндетті түрде арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз, келесі ертегімізде қайта қауышқанша.